Балалар, қазақ алфавитінде қанша әріп бар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Осы дыбыстар айырылуына қарай нешеге бөлінеді? Қандай балалар? Дауысты дыбыстар балалар қалай болады? Созылып айтылады, ауыз қуысында кедергі ұшырамайды деп болады. Дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, дауысты дыбыстар қандай түспен белгіленеді? Ал дауысты дыбыстар қалай айтылады балалар? Қалай айтылады дауысты дыбыстар? Қысқа айтылады. Балалар, дұрыс айтасыңдар. Ауыз қуысында ол айтылып жатқан кезде кедергіге ұшырап қандай түспен белгіленеді? Тамаша. Балалар, бүгін біз сауат ашу оқу қызметінде жаңа дыбыспен таныспас бұрын балалар кезіндерге бірінші бейне материалды көріп алды ұсынамын. Бәріміз тақтаға қараймыз. Балалар, бейне материалды көріп алдық па? Олай болса бұл жерде нені көрдік? Нені көрдік? Осы сөздердің басында біз қандай дыбыс естиміз балалар? Олай болса біздің бүгін жаңа оқу қызметіміз дыбысы және әріпмен жазатын боламыз, балалар? Ал өздіктік сөздер буынға бөлейікші балалар? Қанша буынға бөлінді? 3. Олай болса ол жерде қанша дауысты дыбыс бар деген сөз? 3 дауысты дыбыс бар деген сөз. Ал балалар, өгіз сөзін буынға бөлейікші? Қанша буынға бөлінді? 2. Олай болса ол жерде қанша дауысты дыбыс бар? 2. Тамаша. Тағы сөздерді көріп балалар? Өткел, өткел сөзін буынға бөлейікші балалар? Тамаша. Қанша буынға бөлінді? 2 буынға бөлінді. Олай болса ол жерде қанша дауысты дыбыс бар? 2 дауысты дыбыс бар деген балалар. Тамаша. Ал балалар, сендердің топтарына атау беремін, ол үшін сендерге сұрақ қоям, сендер жауап қайтарасыңдар. Жай ма? Сосын сендердің топтарына атау беріледі. Бірінші топқа сұрақ. А, Ы, О дыбыстары қандай дыбыс? Дауысты. Тамаша. Олай болса бірінші топтың атауы дауыстылар тобы. Екінші топқа сұрақ. Балалар, Қ, М, Л дыбыстары қандай дыбыс? Тамаша. Олай болса екінші топтың атауы дауыстар тобы. Үшінші топқа сұрақ. На, ма, са дыбыстары қалай болады? Буын деп айтады. Тамаша. Олай болса үшінші топтың атауы буын тобы аталады. Балалар, енді бірінші топқа тапсырма. Мына сөздер қай дыбыстан басталып тұр? Сол дыбысқа қарай сәйкес дыбыстарды
тапсырманы орындай қой. Ал, айта қой. Өрік, өшіргіш, Өркеш. өркеш. Тамаша. Ал, осы сөздерге сөйлем құрап берші маған. Мен өрікті жақсы көремін. Тамаша. Менің өшіргішім бар. Менің атамның бөрігі бар. Менің атамның түйесінің өркеші бар. Тамаша. Жарайсыңдар. Екінші топ дауыссыздар тобы өте жақсы жауап берді. Енді үшінші топ буындар тобына кезек ал орнына тұра қойсыңдар. Жауап бере қой. Тамаша. Үшінші топ буындар тобы жоғалған әріптер тауып берді. Дұрыс, тамаша. Жарайсыңдар. Енді бірінші топқа келеміз. Балалар қай дыбыстан басталып тұр дейді? Тамаша. Телефон. Тамаша. Шана. Тамаша. Лом. Тамаша. Фен. Жарайсың. Карышке. Йогурт. Я. Радо. Лав. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы орындарында тапсырмаларды. Енді кезекке балалар. Әліппе дәптермен жұмыс жасаймыз. Әліппе дәптермен жұмыс жасамас бұрын өз дыбысының таңбасын жазбас бұрын мен сіздерге бейне материалды көріп алуды ұсынамын. Бәріміз тақтаға қараймыз балалар. Балалар, олай болса, әліппе дәптерімізді ашып, өз дыбысын әдемі көркем етіп жазамыз. Балалар, әліппе дәптерін ашамыз да, өз дыбысын әдемі етіп жазамыз. Балалар.
Еңбек сазда бөлінісін жасаймыз кәдімгі. Жасап қойдың ба? Тамаша. Алдыға қойып қой. Тақтайшаны бетіне. Апаймен болдым. Тамаша. Жарайсың. Ерда өте тамаша жасапты өндірісін дамбасын. Болып па балалар? Бөлінісін жасадық па? Тамаша. Ал балалар, енді бір сеніп аламыз ба? Орнымыздан тұрамыз балалар. Бәріміз тұрамыз. Бірге сеніп тұрып Келе
бірінші к дыбысын сөйлейміз да көбіне қалды к дыбысы к жарайсың өте жақсы мына жерді келесің қысқайып қысқайып көйлек Е дауысы ма дауысы ба? Тамаша. Дауысы ма дауысы ба? Тамаша балалар, өте жақсы орындады. Жайларға отыра қойыңдар. Балалар, енді мен сіздермен ойын ойнағым келіп тұр. Ойын ойнаймыз ба балалар? Дыбыстар үйшігін ойнаймыз ба? Дыбыстар үйшігін. Мен дыбыстар үйшігін ойнамас бұрын мен сіздерге ойыншақ біле түспен ойнайын балалар. Балалар, мына жерде екі үй тұр. Біріншісі көк түсті, екіншісі қызыл түсті. Көк түсті үй дауыссыздар үйшігі. Ал қызыл түсті үй бұл дауыссыздар үйшігі. Енді балалар осы екі үйшікке сәйкес дыбыстарды орналастырамыз, иә? Ойыншақты түсінікті болма балалар? Олай болса, келе ғой. Заңға келе ғой. Ішінен кез келген бір дыбысыңды алып, сәйкес үйшікке орналастыра ғой. Тамаша. Мейлі келе ғой. Балалар, бұл дыбысы дауысты ма? Дауыссыз, иә? Келе ғой. Төрағаны келе ғой. Тамаша. Исуға келе ғой. Тамаша. Камшат келе ғой. Шағыз бәрі шағыз келе ғой. Тамаша. Мақсат келе ғой. Тамаша. Айсұлтан келеді маған. Балалар, Айсұлтан келсінші. Тамаша. Жарайсың. Орал келе ғой. Дауыссыз. Тамаша. Айсұлтан келеді маған. Тамаша. Мейлі келе ғой. Тамаша. Ерма келе ғой. Тамаша. Бесуға келе ғой. Тамаша. Төрағали келген жоқ. Төрағали келген жоқ. Тамаша. Айзере келе ғой. Тамаша. Әзімхан келе ғой. Дауысты. Дауысты, иә. Үйшігіне дұрыс қойдың, бірақ дауыстаған еді, дұрыс болмай қалды, иә?
Тамаша. Ернар, келе ғой. Мақсат, келе ғой. Айсыңдар. Тамаша. Айзере келсінші, Айзере. Тамаша, келе азыма, келе ғой. Тамаша, келе ғой, бери. Бұны ба, бұны ба. Тамаша, бала бүгінгі жаңа өткен оқу қызметінде өдірсе дауысты екен бала. Тамаша, соңғы дыбыс қалды. Кел, бейсін тұр.